Сәлем достар, бүгін сіздермен біз 24-ші аптаның жүктілігі туралы әңгіме өрбітетін боламыз. 24-ші аптада әйелде балада қандай өзгерістер болады, сол туралы әңгіме айтатын боламыз. 24-ші аптада бала біршама өседі. Әрине бала апта сайын өсіп жатыр. Баланың бойы 30 сантиметрден астам, ал салмағы 500 граммнан астам болады. Балада жиі қозғала бастайды бала, бірақ баланың қозғалысы, яғни оның бір ұйықтайтын кезі болады, және де қозғалатын уақыты болады. Бірақ соның қозғалатын уақыты сіздің ұйықтайтын кезіңізбен сәйкес болмауы мүмкін. Мысалы, бала түнде қатты қозғалып кетуі мүмкін, күндіз байқамасаңыз, онда бала түнде қозғалып жатуы мүмкін ішіңізде. Болмаса кешкісін қозғалуы мүмкін. Бала егер түнде қозғалып, сіздің мысалы ұйқыңыз баланың қозғалғаннан ұйқыңыз келмей, кейде үйдің ішінде ары бері жүріп қалуыңыз мүмкін деген секілді. Осындай жағдайлар орын алады. Себебі бала қай кезде ұйқысы келеді, қай кезде қозғалыста болады, оны бәрі баланың өзі таңдайды. Бірақ дегенмен де баланы тынышталдыруға болады. Болашақта енді ол жиі қимылдай беретін болады ғой. Егер балаңыз осылай жиі түнде қимылдайтын болса, онда ішіңізді сипалап, балаңызды кәдімгідей бала ести алады ғой. Сол себепті балаңызға әлде айтып, кішкене балаңызды тынышталдырсаңыз болады, егер баланың қозғалысынан ұйықтай алмай жатсаңыз. Әйелде баладағы өзгерістер осы. Сонымен қатар баланың нейрондық связь дейміз, яғни нейрондық связдары дамый бастайды. Балада бұл кезде терісі кішкене жировой слой дейміз ғой, терісіне жировой слой енді төселетін болғандықтан, оның терісі кәдімгідей әжім болып жиырылып тұруы мүмкін, баланың терісі әлі. Бірақ ол уақыт өте келе жировой слой дейміз, яғни қазақшасын қазір білмей тұрмын, ренжімеңіздер, жировой слой сондай төселеді баланың денесіне. Сөйтіп, сондай жировой слой төселіп, майлы бет дейміз, терінің майлы бөлігі дейміз ғой, қазақша осылай аударайық, терінің майлы бөлігі енді төселгендіктен баланың терісі әлі әжім болып тұруы мүмкін. Бірақ дегенмен де бала сізді естиді, көреді, жарықты, мысалы, сіз далаға шығып күнге қарап тұратын болсаңыз, бала оны сезінеді, яғни жарықтың бар екенін сезінеді. Егер сіз үйде тұрып свет жағатын болсаңыз, онда да ол үйдің жарықтың бар екенін сезінеді. Өзіне жақпаған жарыққа ол сіздің маткаңызды теуіп, қозғалыс жасауы мүмкін, болмаса ананың қатты бір реакциясына қозғалыс жасауы мүмкін, болмаса қатты бір музыка шығып жатса, соған да теуіп, қатты реакция жасауы мүмкін, болмаса анада әртүрлі эмоционалдық күйде болады ғой енді әйел адам. Сол кезде әйел адам өзін жаман сезсе, не болмаса қатты бір қуанып кетсе, сол кезге де реакция бала жасап жатады. Оның бәрі баланың естуімен байланысты. Сол себепті де балаға мейлінше жақсы мейіріммен қарап, жақсы сөйлеп, жақсы сөйлескен дұрыс болады. Ертең баланың жақсы мінезді, көркем мінезді болып туылуына да бұл аса қатты қажет. Яғни ішіңізден бастап балаңызды тынышталдырып, балаңызбен жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, болашақта да балаңыздың мінезінің жақсы көркем болуына себепші боласыз. Анада қандай өзгерістер болады? Анада бұл кезде енді әйел адам салмақ қоса бастайды. Негізі қалыпты жағдайда 350, аптасына 400 граммдай әйел адам салмақ қосуы керек. Ал сізде салмақ аз тастап қойсаңыз, онда осы кезден бастап сіздерде 20-шы аптадан бастап жалпы салмақ қосу жүреді. Жайлап салмақ қосу процесі көбейе бастайды. Яғни сіз салмақ жинай бастайсыз. Негізі қалыпты салмақ 350-400 грамм болады, бірақ одан көп болып кетсе, яғни салмағыңыз
одан көп болып кетсе, болмаса қатты семіріп кетсеңіз, болмаса жаңағы кейбір әйелдер, семіз әйелдер, қалай айтсам екен, әр 2 қабат болған сайын семіріп кететін әйелдер болады. Бұл кезде біз кішкене тәтті өнімдерінен, жаңағы сухомятка деп айтып жатамыз, бургер, нан өнімдерінен осылай кішкене бас тартуымызға тура келеді, яғни қарнымызды тез тойдыратын нәрселерден бас тартуымызға тура келеді. Себебі олар бізге жаңа қатты семіртіп жібереді. Ертең ол сіз қатты семіз болғаннан кейін азуыңыз қиындап кетеді дегендей, оның орнына басқа яғни калорияға бай өнімдерді жеген дұрыс болады. Оның орнына каша секілді, мысалы не секілді, сухофрукты бар, одан кейін сухарики бар, сондай нәрселерді жегеніміз дұрыс болады, сонымен алмастырғанымыз дұрыс болады. Әрине, қандай не жегіңіз келеді, қандай тамақ жегіңіз келеді, сондай тамақ жеуіңіз керек, бірақ тәтті өнімдерінен барынша алшақ ұстаған дұрыс, себебі ертең балада диабет болмайды, одан кейін тағы да басқа тәттіге байланысты проблема болмас үшін, оның үстіне өзіңіздің де тісіңіз кетіп, тағы да басқа бір семіздікке жол аспаш үшін, оның орнына сондай құрамында өзінің табиғи тәттісі бар заттармен алмастырған дұрыс болады. Оны негізі алмастыра аласыз. Кейбіреулер айтады, ой, мен шоколад жемесем тұра алмаймын, ол мен торт жемесем тұра алмаймын, мен қатты тәбетім ашылады. Жоқ, ондай емес. Адам өз-өзін ұстай алмаса, тіпті 2 қабат кезінде де ұстай алады. Сіз онсыз-ақ ол өнімнің орнын ауыстыратын заттармен өзіңіздің жаңағы тамағыңызды тойдырып жүре аласыз. Бұл жерде тағы да бір миф бар, ана 2 адамға жеу керек, ананың қарны көбірек тою керек деген жоқ. Қай кезде жегіңіз келеді, сол кезде ғана жейсіз. Өзіңіз қай кезде өзіңізді тоқ санайсыз, сол кезде орныңыздан тұрып кете бересіз, оны қинап өзіңізді жеудің қажеті жоқ. Бірақ дегенмен де кальций, калий өнімдеріне бай тамақтарды көп жеген дұрыс болады, темір өнімдеріне бай тамақтарды көп жеген дұрыс болады. Әсіресе ет, балық деген нәрселер өте қатты қажет балаға да, өзіңізге де. Егер бала барлығын сізден алады ғой, сізде ол витаминдер аз болса, сіз ол тағамдарды аз жесеңіз, онда ол сіздің организміңізден ала бастайды, тісіңізге де бастайды, дегендей, шашыңыз түсе бастайды, тырнағыңыз жағы сынғыш бола бастайды дегендей. Сондай болмас үшін сіз бұны сондай бір табиғи өнімдерден алып отыруыңыз керек. Яғни кальцийге бай өнімдерді жеуді ұсынамын. Сонымен қатар күнде біраз уақыт жүрген дұрыс болады. Күнде жүрген негізі өте пайдалы. Қай уақытта болмасын, күн түсіп тұрған жерде 12-ге дейін, 11-ге дейін, жаңағы таңғы алғанмен бір серуендеп келсеңіз, бір мезгіл еш болмағаны бір жарты сағат, 1 сағат далада серуендеген адамға, 2 қабат әйел адамға өте пайдалы. Ертең ол баланың жылтуқасының сарғыш болып кетпейді да бала. Егер үйде отыра берсе, 2 қабат әйел үйден шықпаса, балада да сарғыштық көп болуы мүмкін. Ол әйелдің жаңағы таза ауаға көп шықпағандығымен де байланысты баладағы сарғыштық. Себебі мен мысалы 2-ші балам босанған кезде 1-ші баламда көп шықпадым, угроза болып қала бергенім байланысты. 2-ші баламда мен көп шығып, жаңағы далада көп жүрдім, күннің көзінде көп жүрдім. Осыған орай сарғыштық ода аз ғана болды. Сарғыштық негізі басында сары болып туылмаған, тек туылған кезде емшектен сүт шықпағанына байланысты көп жылап кетті, содан сарғыштық балада пайда болды. Негізі бала көп жылап кетсе де сарғыштық пайда болады. Сол себепті де туған кезде де баланы көп жылатпаған дұрыс. Сіздерге беретін кеңесім. Достар, менің 24-ші апта туралы айтатын бар кеңесім сіздерге осы. Көргендеріңізге рахмет. Менің арнама жазылыңыздар. Астына мен төменде ссылка тастап кетем. Оңай босануға байланысты, толғатуға байланысты, жалпы баланы жеңіл туып алуға байланысты, бала дамуына да байланысты, Алла қаласа әртүрлі видеоларым болады. Видеоларым бар да, осы арнама кіріп көрсеңіздер болады. Арнама жазылып алыңыздар. Әлі сіздерге арналған Құдай қаласа талай қызықты, пайдалы видеолар болады. Көргендеріңізге рахмет.